Дополнительно деген тұр внизу, дополнительно. Сол жерде 3 нүктені бассаңыз, запись деген сөз тұр. Қосылды. Әріптес, сонымен, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі жалпы Қарағанды облысы педагогтерінің авторлық материалдарын бойынша іс тәжірибені тарату бойынша өткізіліп жатқан шеберлік сыныпқа қош келдіңіздер. Бүгінгі күні бізде 6 педагог өзінің авторлық бағдарлама жалпы авторлық материалдары бойынша 6 педагог өздерінің іс тәжірибесін тарататын болады. Міне, бүгінгі күні енді жалпы сол педагогтерді атап өтуге рұқсат етіңіздер. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас семинар проводится по трансляции работы авторских материалов. Сегодня у нас выступают 6 педагогов нашей области. Первый выступает у нас Қалман Есенкелді, Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің математика пәні мұғалімі, және Қарағанды қаласы номер 53 мектеп-лицейінің математика пәні мұғалімі Отыншина Ботагөз Дулатовна. Авторлық материалдың тақырыбы математикалық сауаттылық, есептер шешу үлгілері мен тест нұсқалары атты оқу әдістемелік құралын бүгінгі күні сіздерге таныстыратын болады. Екінші педагог бізде Нечушкина Елена Викторовна. Нечушкина Елена Викторовна, учитель математики общеобразовательной школы номер 25 города Караганды. Авторский материал, методические рекомендации по организации урока математики для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных классах. Следующий выступающий у нас Садыкова Алима Саматовна, учитель математики Мичуринской общеобразовательной школы Абайского района. Авторский материал, методическое пособие, формула сокращенного умножения для 7 класса. Следующий выступающий Бодокова Аля Илюбаевна, учитель физики общеобразовательной школы номер 81 города Караганды. Бадаева Лейла Сабитовна, учитель физики общеобразовательной школы номер 81 города Караганды. Тюрина Елена Викторовна, учитель физики общеобразовательной школы номер 65 города Караганды. Авторский материал, методические пособия для работы с детьми с особыми образовательными потребностями для учащихся 8 класса по предмету физика. Также следующий выступающий у нас Умирхан Аябад, учитель математики общеобразовательной школы Березняковской общеобразовательной школы Бухаржовского района. Авторский материал, авторская программа преобразования алгебраических выражений и изучения функций. Следующий авторский материал выступающий Фет Наталья Алексеевна, учитель математики общеобразовательной школы номер 21 города Темиртау. Авторская программа «Интеграция ценностей» программы Адал Азамат в учебный процесс по алгебре. Итак, уважаемые коллеги, всем успехов. Сонымен құрметті әріптестер, барлықтарыңызға бүгінгі тәжірибе алмасу семинарында сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгінгі семинар біздің жалпы біздің облысымыздың педагогтеріне өте пайдалы деген ойдамыз. Себебі мына жерде жалпы осы аттестаттау рәсіміне не қажет, авторлық материалдарда неге мән беру керек. Міне бүгінгі күні осы сұрақтарына бүгінгі педагогтер өздері осы сұрақтарына жауап алады деген ойдамыз. Сонымен сәттілік. Ендеше Есенгелді Қалман мырза және Отыншина Ботагөз өз сөздеріңізді бастай беруіңізге болады. Ботагөз ханым, сіздің камераңызды көрмей тұрмын мен. Қазір қоса алмай жатырмын. Камераңызды қосыңыз. Жақсы. Есенгелді Қалман мырза, сөзді бастай беруіңізге болады. Елена Викторовна, скрин подготовили? Нужно будет делать скрины. Я вам уже образец скинула. Вот можете продолжить на этой презентации.
Гүлжазира Мырзаховна, қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Бізде Бастай еще беріңіздер. 3 адамбыз ғой. Ақбаева Замзагүл бар. Ол кісі де айта ма? Иә, барлық себебі трансляция кезінде ссылка жібергенде барлықтарыңыздың да сөйлеген сөздеріңіз болу керек. Себебі сіздер автор ғой. Сол себептен бір авторлық бағдарламада 3 адам болса, 3 адам кезегімен осы 40 минуттың ішінде сөйлеп шығу керек. Үшеуіңізге 40 минут. 15 минуттан сөйлейсіздер ма, солай сөйлеп шығасыздар. Жақсы, Бірінші сәттілік, қамал бастай беріңіз. бастасын. Рахмет. Әріптестер экран қосып жатыр ма? Қалман мырза, запись өзіңіз аяқтаған кезде записті сөндіресіздер, сосын келесі адамға права организатора бересіздер. Солай ретретмен жалғастыра бересіздер. Иә, көрініп тұр. Саламатсыздар ма әріптестер, қазір мені қосып алайын. Есім қосылмай жатыр. Қалман мырза, қосылып тұр сіздердің Қосылып тұр ма? презентацияларыңыз. Иә. Саламатсыздар ма құрметті әріптестер, бүгін сіздерге ұсынғалы отырған біздің әдістемелік құралымыз математикалық сауаттылық және оның ерекшелігі есептер шығару үлгілері, тест нұсқалары 10-11 сынып оқушылар менен математика пәнінің мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. Енді бұл жердегі авторы бұны құрастырған мен өзім Есенгелді Қалман, Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі боламын. Екінші авторы Ақбаева Замзагүл, Тәшенов атындағы жалпы білім беретін мектептің математика пәнінің мұғалімі. Үшінші авторымыз Отыншина Ботагөз апайымыз болады, 53-ші мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі. Енді бізге пікір жазған әріптестер Ермекова Шахтинск қаласындағы математика қалалық әдістемелік бірлестігінің жетекшісі, екіншісі Жұпар Тәжібаева Шахтинск қаласындағы білім бөлімінің әдіскерлер кабинетінің методикалық кабинетінің әдіскері, келесі Дербисов Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейханов облысы Шахтинск қаласындағы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейінің математика пәнінің мектепшілік әдістемелік бірлестігінің жетекшісі, келесі Ризагүл Байғанат Астана қаласындағы 97-ші мектеп гимназия математика пәнінің мұғалімі, педагог шебер. Үшінші келесі адам Мақтагүл Алдай Астана қаласындағы Евразия университетінің математика факультетінің меңгерушісі, доцент, іргелі математика кафедрасының меңгерушісі болады. Енді келесі бізде мынандай ой туындауы мүмкін, әдістемелік құралды жазуға не түрткі болды деп. Бұл жердегі біздердегі ең үш әріптестің ақылдаса отырып жасауымыздағы ең бірден бір себеп болған 10-11 сынып оқушыларының арасындағы математикалық сауаттылықтан курс өткізген кезде сынама тест алуға материалдардың жеткіліксіз болуы. Өйткені білесіздер, 5 жауаптан 4 жауапқа ауысқан кезде ол кезде енді тестінің нұсқалары, бәрі формасы бүкіл ауысты. ОБТ-ның спецакциясында да ауысу пайда болды. Сондықтан осы жерде үш әріптес ақылдаса отырып, балалардың тесті тапсыру кезіндегі балалар өздері айтып келеді ғой, осындай тестілер болды, мәтін мынандай болды деп есте қалған. Соларды ойластыра келіп, осы әдістемелік құрал жазу бізге негізгі түрткі болды. Келесі әдістемелік құралдың негізгі мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін көтеру, логикалық ойлау қабілетін жетілдіру, білімді өмірлік жағдайлармен ұштастыра, білім дағдыларын қалыптастыру, функционалдық сауаттылық негізіндегі күнделікті өмірге бейімдеу. Келесі білім сапасын арттыру мақсатындағы бағдарлы оқытуды тиімді ұйымдастыру, мектеп бағдарламасында терең және оның тәжірибе жүзінде дәлелдеуге бағыттау. Пәнаралық байланыстары физика, информатика, химия, осы пәндермен арасындағы байланыстарды ашып, балаларға көрсетіп таныту. Оқушылардың белсенділігін арттыру, еңбекке және шығармашылық қызығушылығын қалыптастыру,
жаңаша ойлауға тәрбиелеу. Келесі теориялық білімді тәжірибеде қолдану біліктілігін қалыптастыру. Енді бұл жердегі өзектілігі әсемдік құралдың мектеп бағдарламасындағы сауаттылыққа қатысты тақырыптардың жеткіліксіз қамтылуы, кейбір маңызды бөлімдердің оқу бағдарламасына енгізілмеуі, оқушыларға математикалық сауаттылық есептерін шығару барысында қажетті формуланы тиімді пайдалану жолдарын меңгерудің қажеттілігі. Енді ол шындық қой, математикалық сауаттылықтағы формулаларға көп тоқтала бермейміз. Біздер оның барлығын басқаша жолдармен кейбір формулалар болады, есте қала қоймайды. Мысалға, көп таңбалы сандарға қанша цифр қолданады деген мысалы есептер ғой. Мысалы кітаптың беті, ол жерде барлық бала ол жердегі формуланы жаттап ала алмайды. Оны күнде қолданбағандықтан оның оңай жолдарын көрсету балаларға мысалы. Одан кейін мысалы геометриядағы үшбұрыштың ауданы, төртбұрыштың ауданы, әртүрлі тікбұрыштың ең негізгі көп қолданатындарын есептерде көрсету, оқушыларға үйрете беру. Мынау көбірек керек болады дегенде. Есептердің мазмұнын түсініп, саналы түрде шешу дағдысын қалыптастыру, яғни балалардың функционалдық сауаттылығын көтеру. Есептердегі мәтін есептердегі әрбір сөздерге мән мағынасына назар аудару. Келесі әдістемелік құралды меңгеруден күтілетін нәтиже. Оқушылардың математикалық сауаттылыққа қызығушылығы артып, есептерді өздігінен шығара алу қабілеті дамиды. Математикалық білімді күнделікті өмірмен байланыстыра білу дағдысы қалыптасады. Оқушылардың оқу материалдарымен дербес жұмыс істеуін үйренеді. Осындай курстарда әртүрлі есептерді көрсеткен кезде оқушылар кейде өздері де ізденіп әртүрлі тапсырмалар алып келеді. Кейде біздің өзімізге де ой салады. Мынадай есептер бар екен мұғалім, мынаны қараңызшы деп мысалы. Оның өзі әдістемелік құралменен құралдың жемісі деп есептелінеді. Алынған нәтижелерді талдап, жүйелеу білімі жетіледі. Яғни балалар қандай да бір есепті алған кезде келесі есеппен арасындағы байланыстар қандай болады. Мысалы, бір тақырыппен қана есеп шықпайды ғой, бірнеше тақырыпты қамтиды. Сондай есептерде оқушы өзінің білімін жетілдіреді. Келесі, әдістемелік құралдың негізгі ерекшеліктері. Біз жасап шығарған. Әдістемелік құрал екі бөлімнен тұрады. Жалпы бірінші бөлімде теория және 60 есеп мысалы ретінде шығарылған. Әрбір есепті бір бағытта ғана шығарып қойған жоқ, неше тәсілмен шығарылып, сонша тәсілмен көрсеткенбіз. Енді бұл жерде теориялық бөлімі дегеніміз әрбір теориядарға қысқаша тоқталып өттік. Мысалы, сандар теориясы қандай болуы мүмкін. Мысалға, қарапайым түрдегі санның мода дегеніміз не, арифметикалық ортасы дегеніміз не, келесі кітаптың беттерін есептеуде қалай есептеледі. Мысалы, ең қарапайым нәрсе балалардан сұрағанда цифр мен санның айырмашылығы қандай деген сұрақта кейде өзімізде қателесіп жатамыз. Мысалы, сан мен цифрды ажыратамыз. Мысалы, қанша цифр бар, қанша сан бар деген сұрақ. Осы арқылы балалардан кітаптың бетін нөмірлеу, мысалы, этажүрлердегі бүкіл үйдің нөміріне қанша сан цифр қолданады деген сияқты. Келесі екінші бөлімде 51 нұсқа бар. Оның ішінде 510 есеп. Бұл жердегі ерекшелік басқалардан бір тебін есепті қайталаған жоқпыз. Әр қайсысында жаңа есептер. Сынама тест алуға арналған нұсқалар. Яғни 51 нұсқа әр айта сайын 4 нұсқадан алып отырғанда жылдың соңына дейін толыққанды жеткілікті болды. Енді оны тек қана сынама тестін алып қана қоймаймыз, ол тестті талдаймыз, әрбір есепке тоқталамыз. Сол кезде балалардың қай тақырыптан нашар болып қалғанын көрсетіп тұрады. Келесі, мұндағы негізгі тақырыптар сандық сипаттама, өзгеріс ауқымы, модуль, логикалық амалдар, геометриялық сипаттағы есептер, пайыздың өзгерісі, пайыздың кемуі, концентрацияға арналған есептер. Мысалы, концентрация дегенде көбісінде біз тұздың үлесі немесе қандай да бір шығады, бірақ бұл жерде кебу деген мәселе бар. Мысалы, сонда көбісі тоқталмай кетеді. Соның теориясы бар. Мысалы, комбинаторикалық есептер, қозғалысқа берілген есептер мысалы. Содан кейін қарасаңыздар, боялған бөліктің ауданын табу. Ол жерде қолданатыны қиып алып тастау немесе толыққанды ауданын табу. Енді кейде балаларға тек қана белгілі бір боялмаған бөліктердің аудандарын қиып алып тастап отыратын болса, бала соны қалыптасып қалады. Енді соның ішінде боялған бөліктің ауданын табатын кезде қандай фигураның элементтеріне тоқталамыз, сол мәселе туралы. Келесі графикалық есептер, диаграмма құрылған есептер қамтылған. Деңгейлік тапсырма, А деңгейі, П деңгейі, С деңгейі мысалы. А деңгейінде мысалы кейбір есептерді 2 береміз, ал Б мен С деңгейінде 4-4-тен аламыз. Ал келесі жолындағы есепте А деңгейіне 4 беріп, Б мен С деңгейіне 3 есептен алып отырдық. Әртүрлі форматта өзгертіп отырдық.
Келесі ұбт форматта сай жабдықталған. Яғни ұбт-да есептер қандай деңгейде, қандай тапсырмаларға негізделген болса, біз шамамыз келгенше соны қамтуға тырыстық. Дұрыс жауаптар мен кілттері берілген бұл әдістемелік құралды алып қолдансаңыздар. Енді тестінің мазмұнына тоқталатын болсақ, енді нағыз несінде сандық талқылау, сандық өрнектермен берілген тапсырмалар, теңдеулердің көмегімен және әріптеу өрнектерін құруға арналған, арқылы шешуге арналған мәтін есептер, одан кейін пайыздық есептеулерге берілген есептер, дөңгелек және бағанды диаграмма түрінде статистикалық мәліметтерге арналған есептер. Одан кейінгісі шама мен бір шамаға тәуелді өзгеруге байланысты есептер, тізбектерде қолдануға берілген тапсырмалар, кестедегі ақпаратты талдай білу, соларға берілген тапсырмалар. Келесі бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасы. Мысалы, құлашы деген әртүрлі береді. Өзгеріс ауқымы дейді, құлашы дейді мысалы. Соны балаларға әр кезде тоқталып отыру керек. Былай да аталады, ұқсап та аталады дегенді. Келесі статистикалық кесте, алқа, гистограмм, жиындар теориясы, логикалық элементтер, комбинаторика негіздері, ықтималдық теориялар негіздері. Келесі бөлімде кеңістік және форма мысалы. Ол жерде геометриялық мазмұндағы есептер, геометриялық мазмұндағы стандарт емес есептер, геометриялық фигуралардың периметрі, ауданының формуласын қолдануға есептер. Одан ең соңында қарасаңыздар, көбісінде қолданбайтын сияқты көп жүреді балалар. Негізінде геометриялық денелердің беттері, яғни кеңістіктегі. Оларда қолданыста бізде бар. Соған арналған сауаттылық есептер бар. Енді нәтижелердің динамикасына қарайтын болсақ, әріптестер, біз бұны 2023-24 оқу жылы бастадық. 2023 жылдың жаз айында дайындалып, ұбт-ның есептеріндегі балалардың айту бойынша ақпараттарды жинап, соларға негіздеп құрып, ең бірінші жасағанда 10 нұсқа болған. Сол 10 нұсқаны оқу жылының басынан бастап қолдандық кәдімгідей. Негізінде 2022-23 оқу жылының ентісі болғаннан кейін жазғы орташа балым енді менің өзімізге қатысты 3 мектептік 3 түрлі 5-те 2, 6-да 1 сол шамада ғана болды орташа балы. О кездегі көрсеткіш келесі 2003-2004 оқу жылы пробный тестін алып бастап, осындай ақпараттармен жұмыс істеп қолданған кезде көрсеткіші 64% болды. 2023 жылдың күзінен бастап 2024 жылдың жаз айына дейін қолданғанда барлығы о кезде 34 нұсқа болған. Келесі жылында 2024-25 оқу жылында қолданған кезінде сапа көрсеткіші 71%-ға көрсетті. О кездегі орташа бал 7,2 шамасында болды. Орташа балы. Ол кезде менің мектебімнен 50 бала бітірген. 50 бала бітірді. Барлығы матсауаттылық тапсырған жоқ. Оның ішінде 10 бала шығармашылық топқа кетті. Сонда шамамен 3 бала тапсырды. Сондағы сапа көрсеткіші 71% көрсетті. Ал биыл 25-26 оқу жылы барлығы 51 нұсқа болды күз айында. Қазір барлығы 100 нұсқа, менде барлық нұсқаларды қолданып болдым, 70%. Орташа балы 8,2 көрсетті менде. Келесі биыл бізде 72 оқушы бітіріп жатыр. Енді арасында бар 3 балл 4 балл алып қалғандар, бірақ орташа сапа көрсеткішім 8,2 болып тұр. Міне қараңыздар, енді нәтижелерге қарайтын болсақ, есеп шығару дағдысы артты. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеті дамыды, ұбт-ның нәтижесі жақсарды, тұрақты оң динамика болды. Мына жерде 2023-24 жылы биыл бітірген оқушылар 9 сынып болатынды. 9 сыныпта математикалық сауаттылық бастамалар деген факультатив сабағымыз бар. Сол кезде қолданып бастадым. Одан 2024-25 жылы 10 сынып болды, ал биыл олар 11 сынып болды. Нәтижесі өте жақсы болды. Келесі құралдың тиімділігі. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырды. Практикалық есептерді шешу дағдысы қалыптасты. ұбт-да дұрыс жауаптардың пайызы жоғарылады. Өз-өзі бақылау және бағалау дағдылары дамыды. Мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсетілді.
өз арамыздан ғана емес, сол кезде шақты өзім мектебімдегі толыққанды 10-11 сыныпқа сабақ беретін, 9 сыныпқа сабақ беретін әріптестер бірге қолданып отырдық. Және өзіміздің мында Ботагөз апай, Замжегіл апайлар қолданып жүрді мектебінде. Нәтижелері. Осы 3 мектептің нәтижелері бір шамалас бір-біріне. Келесі, қолдануда қалай қолдануға болады? Сабақта және материалды бекіту кезінде қайталау және жүйелі түрде қайталау керек. Тест арқылы бақылау және бағалау. Келесі, ұбт-ға тиімді дайындық. Енді осы бізде өте бір жақсы нәтиже қол жеткізуіміз болды. Енді қараңыздар, мінекей біздегі нұсқалар міне мынандай. Мен есептің әр жерінен алдым. Қарасаңыздар, мұнда сандар теориясы барлығы бар. Міне мұнда геометрияда міне ерекшелік мына жерде. Салынған фигуралық ауданды табу, мысалы фиг формуласы арқылы табу, немесе анадан бөліктерді бөліп шығару. Енді оқушыларымыз болғанда, міне мынау біздің оқушының жұмысы міне. Оқушыларымыз осылай қағазға жазып, дайындалып, тұрақты әртүрлі тәсілдерін қолданып. Енді мына жерде қарасаңыздар, мынау енді боялған бөлігінің ауданын табу. Немесе мынада екі түр бар. Мына боялмаған бөлігінің ауданын табу, немесе боялған бөлігінің ауданын табу мысалы. Енді оны өздеріңіз білесіздер ғой. Келесі мына бір есепте қарасаңыздар, міне фигураның боялған бөлігінің ауданын табу. Мен мына жерде енді аз-аздан ғана алып қолданып отырмын, өйткені көп нелерде. Негізінде мынаны арнайы толыққанды 51 нұсқаны қарастыру үшін толыққанды слайд жасап, кәдімгі видеомен өткізу керек. Ол үшін енді мынау енді шамалап қана қалдым есептерді. Мынаның есептердің 90% ұбт-да балалар айтып келген, балалардың айтылуы бойынша құрастырылған. Мынандай есеп болды, осыған ұқсас деген недер бойынша жасағанбыз. Келесі қорытындысы. Шет ауданында микрофонды сөндіріңдерші. Математикалық сауаттылық әдістемелік құралы оқушылар мен мұғалімдерге арналған заманауи тиімді жүйелі және нәтижеге бағытталған құрал. Тағы да сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады әріптестер, немесе Замжагүл апай мен Ботагөз апай бір-екі ауыз өздерінің недерін айтып кетсе. Менімен бірге істеген әріптестерім. Ботагөз апай, Замжагүл апай бір-екі ауыз қосарларыңыз болса айтсаңыздар. Есенгелді Қалман мырза, сізге сұрақ дейін, осы жаңағы сіз айтқан негізде қандай қиыншылықтар болды сізде? Бұл жерде қиыншылықтар мынадан болды. 2023-ке дейінгісінде біз осыны құрастырамыз деп дайындалған кезде материал жинақтау өте қиын болады екен. Ана бір сарынды емес, біздікі түрлі жинақтау үшін әртүрлі ақпарат көздерінен қарайсың, іздейсің. Бұрынғы тестілерден бөлектеу, бұл кішкене жаңа формада жасау керек болды. Сондықтан үш әріптесімізге біраз ауырлықтау болды. Қазір осыны ізденіп 100 нұсқаға жеткіздім. Бірден есепті қайталамай. Содан кейін мынада бір қиындығы бар тағы да. Оқушыларға түрлі тәсілдерін үйрету кезінде оқушылардың енді сізге шын айту керек ол 100% оқушылар интересі болмайды да, соны көтеру қиындық туғызды маған. Сол үшін мен андай видео сабақтар түсіріп, мынадай нәрселерді көрсетіп, мысалында недерді сол кезде барып оянады екен. Ол алғашқы 1-2 жылда қиын болды, 3 жыл жақсы болды. Негізінде қарап отырса 9 сыныптан бастаған дұрыс екен, факультетті алып, сол кезде көрсетіп. Материал жинақтау өте қиын болды. Жоқ, біз жаңа қарап отырмыз, сізде нелеріңіз, мониторингіңізде бәрі көрініп тұр, жұмысыңыз керемет екен жасаған. Ол бәрі сіз уже қорытынды келтіріп отырды, неше қандай жұмыс көп кеткен. Енді қасында отырған әріптестер жалғастырады, иә? Жалғастырады әлі отырған өкістер. Жалғастырсын онда, рахмет. Рахмет сізге. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Отыншина Ботагөз Дулатовна, 53-ші мектеп лицейінен математика пән мұғаліммін. Есенгелді Қалман мырзамен бірге осы математикалық сауаттылық оқу әдістемелік құралын бастаған болатынбыз. Жаңа басында бәрін айта кетті. Мен тек өзімнің қалай жұмыс істеп атқанымды айта кетсем деп едім. Қалман мырза, сіз нені жазып отырсыз ба, запись жазып отырсыз, мен қоса алмай отырмын мына жерден.
Енді мен сіздерге айтайын десем, бұл ненің жаңашылдығы ендігі қазіргі заман талабына сай 2017 жылы бізде ұбт несі өзгерген болатын. Сол кезде біз 10 есеп басында математикалық сауаттылық 20 сұрақтан болған болатын. Енді одан кейін 15-ке түсті, одан кейін қазір 10 сұрақтан болып жатыр. Соның өзінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, ұбт-ға дайындығын көріп жатсыздар. Бұрынғы заман несі бойынша емес, мектеп дайындамайды, өз беттерімен кез келген нелерде ақылы неде дайындалып жатқандықтан, сонда да біз осы математикалық сауаттылықты өзіміз шығарған нені 23 жылдан бастап оқу біздің күнтізбелік өзіміздің қымызымызға кіргізіп, арасында осы есептерді қарастырып отырмын. Енді осы қарастырып отырғанда балалардың қызығушылығы артады екен. Математикалық сауаттылық есептердің жаңағы 6 сыныптағы мода, өзгеріс ауқымы деген есептер, арифметикалық ортаға есептерді қойған кезде балалар өте қызығушылықтарын арттырып, өздерінің осында есептер шығарғылар келетіндерін айтып, мен ол балаларға қазірден бастап, мысалы менің 6 сынып болса, осындай недегі есептерімді өткізіп жүрмін балаларға сынақ ретінде. Кімнің несі қандай жерде пробелі болады, оқушының түсінбеушілік нелері, сол жерде мен қарастырып өзім қолданып жүрмін. Ал ұбт-ға дайындық кезінде балалардың өздеріне 10-11 сынып оқушылармен дайындығымыз, енді біздің лицей сынып болғандықтан лицей компонентті қосымша сабақтарда өздері балалардың қызығушылығымен жұмыс атқарып, осында есептерді шығарып жүрміз. Бұның біздегі ненің жаңашылдығы, жаңағы біздің есептердің басқа күнделікті сабақтағыдай емес, өзгешелігін көрсетіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру болатын. Енді қазіргі заман талабына сай оқушылардың қызығушылығын жаңа оларды балалардың таңдау 10-11 сыныптың балалары таңдаған кезде физика, математика, информатика, барлығы да математикамен байланысты ғой, соған байланысты жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Оқушылардың қызығушылығы артып, осындай кітаптың шыққанына өздері пікірлерін білдіріп, алғысын білдіріп атады ата-аналарда осындай немен жұмыс жасап атқандарымызға. Загуль Темирбаевна, сіз сөзіңізді бөлейінші. Сізде не презентация ретінде жоқ па? Жаңа айтып отырсыздар, осына жұмыс болды ата-аналармен, мынандай қорытынды бірдеме ештеңе жоқ па сізде? Біз ойладық, бір адамда ғана презентация жасадық та бірігіп. Біз былай сөйлейміз дедік. Презентация бәрі Қалман мырзада болатын. Мен жасап солай Батагөз Дулатын, онда сізде де болмайды ма презентация? Презентация мына жерден болмайды. Жаңа нәтиже бәрін айтып жатыр, сол жерде көрсетіп қаласыз ба? Бөлек, ана кісі бөлек сабақ өз сыныптарда, сіз өзінде бөлек сынып көрсетесіз дегеніміз ғой. Жарайды, енді қалай дайындалып, сол айта беріңіз. Жарайды? Жарайды. Жақсы, біз бар ғой, ол дайындығымызды жаңағы ұштастырып, біріктіріп жасадық презентацияның бәрін. Үшеуміз бірге отырып. Бірге жасаған болатынбыз. Біріктіріп, нәтижесін бәрін. Жеке-жеке жасау керек дегенді бізге білмеді. Болды, рахмет, айт. Жақсы, енді осындай. Енді біз бұны мұғалім, жас маман мұғалімдер келеді ғой, соларға да қолдануға жақсы құрал деп есептейміз. Енді өзіміз еңбек өтіліміз 30 жылдан артық болғанмен жас мамандарға қолдануға беріп отырмыз. Ол жас мамандарда күнделікті сабақта өздерінің сабақтарында қолданып, сондай жақсы нәтижеге жетіп жатқандарын көрсетіп жатыр. Үшінші адам сөйлей беруге бола ма? Мен де жалғастыра беріңіз. Ташенов атындағы мектептің математика пәнінің мұғалімі Ақбаева Загуль Темировна. Мен де бақса мектеп па, басқа бастап жатқан? Мен жоқ, жаңағы бірге, мына Қалманмен бірге. 2023-24 жылдан бері осы уақытқа дейін біз осы кітапты жазумен айналысып келеміз ғой енді. Енді осы уақытқа дейін. Енді осы кітаптарды оқушыларымыз күнделікті сабақтарда өзіміз қолданып, әрбір сабағымызда 5-10 минут қалғанда обязательно осы жаңағы математикалық сауаттылықтың есептерін шығарып үйретіп отырамыз. Қай классқа кірсек те, мысалы мен 8-ші сыныпқа кірем ба, 9-шыға кірем ба, 10-ға кірем ба, бәріне. Өйткені себебі, мысалы биыл
неге кірді балаларымыз? Мадуға кірді, пизаға кіріп жатыр. Соның бәрінде осы есептерді жаңағы шығарғанда балаларға өте жеңілдік беріп тұрған байқадық, көзіміз жетті. Сондықтан жаңағы әрине әрқашанда ол барлық балаға оңайшылық көрсетпейді, қиыншылық тудыратын сұрақтар да болады. Ол жерде бәр оқушылармен бірге отырып, жаңа талдаймыз оны отырып әрі қарай. Осы кітап арқылының өзінде жаңағы мектепте оқушылардың математикалық сауаттылыққа деген қызығушылықтары артқанын байқап отырмыз. Мен өзім байқап отырмын. Жаңа айтып отыр Қалма мұғалім де, Ботагөз мұғалім де айтып отыр, балаларымыз өте жоғары деңгейде деп. Қазір былтырда мысалы өзім былтырда алдыңғы жылда алтын белгі егерін шығарып отырмын. Солардың несі жаңағы білім деңгейлері өте жоғары деңгейде болып, олар бәрі грантта отыр. Сондықтан осы математикалық сауаттылық әрбір 5-ші сыныптан, даже 1-ші сыныпта да ақырын жаңағы сандар туралы есептерді көрсетіп, әрбір мұғалім көрсетсе, бұл құба-құп болады. Әрі қарай кез келген жаңағы 5-ші сыныптың оқушылары да 6-7 түгел 11-ге дейінгі оқушылардың барлығы да осы есептерді қызығушылықпен қарап отыр осы кітаптарға. Сондықтан мен ойлаймын, біздің осы жаңағы еңбегіміз зая кетіп отырған жоқ деп ойлап отырмын. Осы кітапты барлықтарыңызға, мысалы өзіміздің жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңағы Ботагөз мұғалім айтты, Қалма мұғалім айтты, өзіміздің жаңағы жас мамандарға беріп отырмыз. Әрбір сабақта, ашық сабақта да қолданамыз. Сондықтан бұл қала мектептеріне де таратылады деген ойдамыз енді. Әрі қарай таратылады. Сол оқушы осы жаңағы өздігінен шығара алатын қабілеттері көтеріледі, оқушылардың өзі күнделікті неден байқауға болады. Оқушылар бұл уақытта жаңағы дербес жұмыс жасап үйренеді бір жағынан. Өздігімен жұмыс жасайды, көршісімен жұмыс жасайды, жұппен, топпен, әрқилы әдіс тәсілдерді қолданып, балалар жаңағы осындай өздеріне пайдалы жағын күнделікті өмірмен байланыстырылатын есептер ғой, негізі көбінесе математикалық сауаттылық деген. Сол барлығын қолданып отыр дейміз. Сол енді сұрақтарыңыз болса, тыңдағандарыңызға рахмет. Енді барлықтарыңызға жыл аяқталды ғой, барлықтарыңызға сәттілік, жақсы демалып, жақсы немен осы жаңа оқу жылын жақсы немен келеді енді, күш-қуатпен. Сол, менде де жаңағыдай Қалма мұғалім үшеуміз, Ботагөз үшеуміз отырып, жаңағыдай неткен неміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Заңзагүл мұғалима, сізге де көп рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңызды да қойып алыңыздар. Қазір сосын келесіне көшеміз. Уақыттарыңызбен дұрыс, бәрі жасадыңыздар. Енді керемет жұмыс көрініп тұр ғой. Оны өздері өткізесіңдер. Заман солай, сол үшін дайындадыңыз. Рахмет сіздерге. Коллеги, есть вопросы у кого-то? Мен біріне қоса кетсем, оқушылардың қызығушылығы көбейгендігі сондықтан 10-11 лицей сыныптарда да жасанды интеллектпен сондай есептер құрастырып келейікші, өзімізде осындай болады деп сайысқа түсіп өткізген кездерімізде болған апталығымызда. Түсінікті, рахмет. Енді даже математикалық сауаттылық, даже любой олимпиадаларда алтын түлектерде, мысалы, балаларымыз орын алып жатыр. Ол не себепті осы жаңағы математикалық сауаттылықтан, даже городской олимпиадалардан орын алып жатыр. Сонда осы мынау кітаптың өте маңызды екенін көрініп тұр. Көп рахмет сізге. Жаңағы запись тоқтатасыз. Қалма мұғалім.